Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін қатпарлы қамырда тауықтың аяқтарын пісіреміз. Алдымен қамырын елейміз. Жылы суымызды құямыз. Бір жұмыртқа саламыз. Бір шай қасық тұз. Тұз салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр қылып илейміз. Қамырымызды қайтарып, иін қандырып, жақсылап иілеп, бетін жауып, тұндырып қойып қоямыз. Тауықтың аяқтарын маринадтаймыз. Ол үшін бізге паприка, қара бұрыш, бір шай қасық тұз, бір ас қасық соя соусы керек. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоса берсеңіз болады. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, қойып қоямыз, жақсы сіңу керек. Енді қамырымызды екіге бөлеміз, тынған қамырымызды. Бір бөлігін жаямыз осылай. Үлкен қамыр болғанша жаямыз. Үстіне ұн сеуіп, осылай орап, алып қоямыз бөлек. Екінші бөлігін жаямыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды осылай жағамыз. Егер сіз сары майды ертіп жақсаңыз да болады. Ертіп, кішкене суытып жаққаныңыз дұрыс. Әйтпесе осылай бөлме температурасындағы сары май жақсаңыз да болады. Осылай жағып шығамыз. Екінші қамырымызды қойып, үстіне оған да жағамыз. Толық жағып шығамыз. Видеодағыдай шетінен бастап осылай ораймыз. Бір-екі сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз 1-2 сағат тұрды, демалды. Енді осылай бөліктерге бөлеміз. Қамырымызды шетінен жайып, бір пиязды турап, осылай салып, видеодағыдай түйеміз. Екіншісін көрсетейін. Менде үшіншісі. Өте әдемі болып көрінеді. Бұл менде ең соңғысы.
бір жұмыртқаны осылай бетіне жағып шығамыз. Қалауыңызға қарай бетіне күнжіт, ақ күнжіт, қара күнжіт сепсеңіз болады. Мен қара күнжіт қолдандым. Мак сепсеңіз болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 50-55 минут пісіреміз. Мінекей біздің тауықтың аяқтары дайын, өте әдемі, қып-қызыл, дастарханда ерекше болып көрінеді. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға, мерекелік дастарханға дайындасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.